Сәлем оқушылар, 11 сынып алгебра сабағын бастайық. Бүгінгі сабақтың тақырыбы қисық сызықты трапеция және оның ауданы. Осы сабақтан сендер қисық сызықты трапеция ұғымымен танысасыңдар және оның ауданын табуды үйренесіңдер. Өмірде бір қабырғасы қисық сызық болатын фигураның ауданын табу есептері де кездеседі. Мұндай фигураның ауданын бізде арнайы формуламен табуға болмайды. Мұндай фигураның ауданын біз анықталған интегралдың көмегімен табамыз. Мысалы, қараңдар, мына жерде 6-шы суретте жоғарыдан y тең f от x функциясының графигімен, бүйір жақтарынан x тең a және x тең v түзулерімен, төменнен ox өсімен шектелген жазық ABCD фигурасы берілген. Осындай фигураны бізде қисық сызықты трапеция деп айтады. Ал оның анықтамасына тоқталайық. Үзіліссіз теріс емес y тең f от x функциясының графигімен, ox өсімен және x тең a, x тең v түзулерімен шектелген жазық фигура қисық сызықты трапеция деп аталады. Ал мына жерде 7-ші суретте y тең x квадрат функциясының графигімен, ал 8-ші суретте y тең төбелес x функциясының графигімен, ал 9-да y тең косинус x функцияларының графиктерімен шектелген қисық сызықты трапециялар беріліп тұр. Бізде қисық сызықты трапеция әртүрлі функциялардың графиктерімен де шектелуі мүмкін. Мысалы, мына 10-ші суретте әртүрлі қисық сызықты трапециялар беріліп тұр. Ал енді біз қисық сызықты трапецияның ауданын табу формуласына тоқталайық. Ол S тең f от v минус f от a. Мұнда бұл бізде қисық сызықты трапецияның ауданын есептеу формуласы. Қисық сызықты трапецияның ауданын табу алгоритмі. Бірінші, координаталық жазықтықта берілген қисықтардың графиктерін салу. Екінші, графигі қисық сызықты трапецияны жоғарыдан шектейтін фигураның алғашқы функцияларының бірін табу. Үшінші, қисық сызықты трапецияның төменгі табаны болатын кесіндінің шеткі нүктелерінің координаталарын анықтау. Төртінші, бірінші формула бойынша қисық сызықты трапецияның ауданын табу. Ал енді біз осындай қисық сызықты трапециялардың ауданын табуға мысалдар қарастырайық. Бірінші мысал, x тең 2, x тең 3, y тең 0 және f от x тең x квадрат минус 2x плюс 1 сызықтарымен шектелген қисық сызықты трапецияның ауданын табайық. Ол үшін қараңдар, алдымен біз мына f от x функциясының графигі мына координаталар жазықтығына салып аламыз. f от x функциясының графигімен түрлендіріп жасадым. x квадрат минус 2x плюс 1 дегеніміз x минус 1-дің жақшаның сыртына 2 дәрежесін береді. Бұл жерде қараңдар, бізде f от x функциясымыз квадраттық функцияда x минус m-нің квадраты қосылған n, мынау жалпы түрі, осы түрге келтіріп, оның төбесін тауып алатын еді. Бұл жердегі m мен n параболаның төбесінің координатасын береді. Сонда бізде мына жерде m не болып тұр? m 1 болып тұр, ал n есе жоқ, n онда бізде 0 болып тұр. Осы нүкте, осы координата бізде параболаның төбесін береді. Қараңдар, ол бізде мына 1-ден 0, мына нүкте болып тұр, мына. 1-ден 0 бізде параболаның төбесін береді. Енді қараңдар, параболаның төбесі осы нүкте болса, бізде мына x квадраттың алды плюс, онда бізде параболаның тармақтары жоғары қараған парабола болады. Қасындағы нүктелер береміз, 2-ні береміз та, мына жерге 2-ні қойсақ, 2-ден 1-ді алсақ бізде 1 болады, 1-дің 2 дәрежесі 1 шығады, міне. 2-де 1. 0-ді қоямыз, 0 минус 1 бізде минус 1-дің өзі болады, минус 1-дің 2 дәрежесі плюс 1 болады. 0 қойғанда плюс 1 болды. Ал енді нешті қоямыз? 3-ті қоямыз, 3-ті қойсақ, 3-тен 1-ді алсақ 2, 2-ның 2 дәрежесі бізде 4 болады. 4. Сосын минус 1-ді қоямыз. Минус 1-ді қойған кезде минус 1 бізде минус 2 болады. Минус 2-ның 2 дәрежесі плюс 4 болады олда. Сосын, мына жерде 4-ті қоятын болсақ, 4-тен 1-ді алсақ бізде 3 қалады. 3-тің 2 дәрежесі 9 болады. 3-тен 2-ні алсақ 9. Мына жер 9. Одан кейін минус 2-ні берген кезде де олда не болады? 9 болады. Себебі бізде квадраттық функция, бізде симметриялы функция болып саналады. Ол бізде қандай да бір не арқылы бүктеген кезде беттеседі. Ортасындағы мынау парабола өсі болады, сол арқылы бүктегенде екі жағы бір-біріне беттесу керек.
Міне біз y тең f от x функциясының графигін салып алдық. Енді x тең 2 дейді. X тең 2 бізде қай нүкте болып тұр? Міне, мына нүкте болып тұр. X тең 2 деді ма, x-тан 2-ге барамыз да, осы 2 нүктесіне, мына OX өсіне перпендикуляр түсіреміз. Осы бізде x тең 2 функциясының сызығы болып саналатын. Енді қараңдар, одан кейін x тең 3 па, x-тан 3-ге барамыз да, осы 3 нүктесінен OX өсіне перпендикуляр түсіреміз бұнда да. Енді y тең 0 ма, ол y-тан 0-ге барамыз да, осы OY өсіне осы 0 нүктесінен перпендикуляр түсіреміз. Ол мына OX өсімен беттеседі. Қараңдар, осы сызықтармен шектеліп тұрған бөлік бізде мына бөлік болып тұр. Осы бөліктің ауданын табу керек. Ол үшін біз не істейміз? Жаңағыдай алдымен бізде жаңа айтқан ауданын табу формуласы бізде S тең f от v минус f от a еді, міне. Алдымен біз не істейді екенбіз? F от үлкен f дегеніміз бұл бізде мына берілген жоғарыда шектелген фигураның функцияның интегралы болып тұр. Сол интеграл аламыз. F от x функциясына интеграл аламыз. F от x dx деп. Тең интеграл f от x неге тең? Бізде x квадрат минус 2x плюс 1-дің интегралы тең. Қараңдар, x квадраттың интегралы мен өткен сабақта да айтқам, x-тің дәрежесіне біреу қосылып, сол дәрежеге бөлінетін еді. Минус 2 де өзі тұра береді да, міне тұрақты санмен функция көбейтіліп тұрса, арқасындағы функцияның дәрежесіне біреуді қосып, соған бөлеміз. Бұл жерде x-тің интегралы. Плюс 1-дің интегралы бізде x-ті беріп тұр, міне. Тең, енді қараңдар, бұл жерде 2 мен 2 не істейді? Қысқарып кетеді да, бізде x куб бөлінген 3 қосылған минус x квадрат қосылған x міне, бұл бізде алғашқы функцияның дербес бір түрін тауып алдық біз, жалпы түрін емес. Енді осыдан біз не істейміз? Енді тауып алғаннан кейін s енді ауданын табамыз. Ауданын табу үшін бізде f от v, міне, үлкен f от v-ның орнында бізде не тұр? V-ның орнында 3 тұр, a-ның орнында 2 тұр, міне. v тең 3, a тең не болып тұр? 2 болып тұр. Бір шетінен 2 нүктесімен, бір шетінен 3 нүктесімен шектеліп тұр. Сонда f от 3 минус f от a-ны табу керек. A бізде 2-ге тең. Қараңдар, үлкен f дегеніміз мына берілген мына функция болып тұр, үлкен f. Интеграл алып болғандағы функция f от x-ті береді. Осы жердегі x-тің орнына біз нені қойып шығады екенбіз? Бірінші 3-ті қояды екенбіз. Одан азайтады екенбіз 2 қойған мәнін. Жақшаға алып жазамын. X-ті жазбаймын. X-тің орнына нені қоямыз? 3-ті жазамыз. 3-тің 3 дәрежесі бөлінген 3. Минус 3-тің квадраты қосылған 3 дейміз да, жақшаны жауабымыз. Азайту дейміз да, енді нені қоямыз? 2-ні қоямыз. 2-нің 3 дәрежесі бөлінген 3. Минус 2-нің 2 дәрежесі қосылған 2 болады. Тең, енді осыны біз не істейміз? Есептейміз, 3-тің 3 дәрежесі бізде 27 болады. 27-ні 3-ге бөлсек бізде 9 қалады. Азайту 3-тің 2 дәрежесі өзі 9 болады. Қосылған не қалады? 3 қалады. Бұл бірінші жақша. Азайту екінші жақшада 2-нің 3 дәрежесі бізде 8 болады. 8 бөлінген не болады? 3 болады. Азайту 2-нің 2 дәрежесі 4 болады. Қосылған 2 өзі тұра береді. Тең, 9-дан 9-ды алсақ бізде 0 шығады. Қосылған 3-тің өзі қалады. Азайту енді қараңдар, бізде 3-тен 8 өзі тұра береді да, минус 4 плюс 2 бізде минус 2 болады. 3-тің өзін жазып қоямыз да, жақшаның ішін азайтып аламыз. Мынаның астында 1 бар деп ойлап, ортақ бөлім 3-тің өзі болады. Мынаған 1-ден теді, мынаған 3-тен теді. 1-ді 8-ге көбейтсек 8, азайту 3-ді 2-ге көбейтсек 6 болады. Тең. Енді қараңдар, бұл жерде бізде 3-тің өзін жазамыз да, азайту 8-ден 6-ны алсақ бізде 2 қалады, бөлінген 3 өзі тұра береді. Енді 3-тен 2-ден 3-ті алсақ бізде 2 бүтін 3-тен 1-ді береді. Сонда берілген бөліктің, мына бөліктің ауданы бізде 2 бүтін 3-тен 1 квадрат бірлікті беріп тұр екен. Қараңдар, бізде қисық сызықты трапецияның ауданын табу үшін алдымен біз мына осы сызықтарды мына координаталық жазықтыққа кескіндеп алады екенбіз. Сосын оның біз не істейді екенбіз? Ауданын табу үшін алдымен берілген мына жоғарыда шектелген фигураның
функциядан интеграл алып аламыз. Одан кейін оның шеткі нүктелерін табамыз. Міне шеткі нүктелерін таптық біз v тең 3, a тең 2 деп. Сол шеткі нүктелерінің мәнін мына формулаға қоямыз да, берілген қисық сызықты трапецияның ауданын есептеп қоямыз, болды. Екінші мысалда бізге абсцисса өсіммен x тең 0, x тең π түзулерімен және y тең синус x функциясының графигімен шектелген қисық сызықты трапецияның ауданын табыңдар деген. Ол үшін біз жаңа айтқам, не істейміз? Тікбұрышты декарт координаталар жүйесін сызып, осы сызықтарды координаталар жүйесіне сызып аламыз. Қараңдар, тікбұрышты координаттар жүйесін сызып алдым. Соған біз мына жерде x-ға 0 береміз да, x-ға 0 берген кезде y-тің мәнін табамыз. Бізде ол үшін мәндер кестесі керек, тригонометриялық функциялардың мәндер кестесі керек. Соған қараймыз да, синусқа мына жерге 0 қоямыз. Синус 0 градуста бізде неге тең еді? 0-ге тең. Ол бізде синус x функциясының графигі координаталар бас нүктесінен өтеді. Ол мына координаталар бас нүктесіне қарағанда симметриялы фигура болып тұр. Енді қараңдар, пи бөлінген 2, пи бөлінген 2 де бізде 1-ге тең еді. Сосын пи де 0-ге тең. 3 пи бөлінген 2 де минус 1-ге тең. Сонда осы нүктелерді былай қосамыз. Міне. Ары қарай 2 пи де бізде қайтадан 0-ді береді, осылай кете береді. Мына жақта да дәл осылай былай жалғасады. Міне график. Минус пи бөлінген 2-ден 0, минус 1-ді береді, минус пи-ден 0-ді береді, ары қарай кете береді. Енді қараңдар, міне біз сызып алдық, я? Сызып алдық. Енді OX өсі, бізде мына OX өсі мынау, я? Мына осымен шектеледі екен. Осымен бойымен. Сосын x тең 0 ма? X-тан 0-ге барамыз. Осы 0 нүктесінен осы OX өсіне перпендикуляр түсіреміз. Ол мына Y өсімен беттесіп тұрмын. Ал енді x тең пи, x-тан пиға барамыз, осы пи нүктесінен OX өсіне перпендикуляр түсіреміз. Осы түзулермен, мына түзумен, сосын мына қисықпен шектеліп тұрған бөлік, бізде мына бөлік болып тұр. Осының біз ауданын табуымыз керек. Ол үшін не істейміз? Алдымен берілген жоғарыдан бізде y тең синус x функциясының графигімен шектеліп тұр, я міне? Y тең синус x функциясының графигімен шектеліп тұр. Содан біз интеграл аламыз. Интеграл синус x dx деп. Тең синус x-тің интегралы бізде неге тең еді? Косинус x-ға тең еді. Интеграл алып алдық, я? Плюс-сыны жазсақ та болады. Жазбай тұрамыз. Негізі мәндерін қоямыз ғой. Бізде қараңдар. Енді біз осыған не істеуіміз керек? Ауданын табуымыз керек. Ауданын табу формуласы бізде S тең f at v минус f at a-ны береді, я? Қараңдар, бұл жердегі міне үлкен f at x-ымыз интегралын алғаннан кейінгі функциямыз, алғашқы функциямыз косинус x болып тұр. Осы жерде косинус x-тағы, енді қараңдар, косинус x-тағы x-тің орнына біз нені қоямыз? V-ны, сосын a-ның мәнін қоямыз. V бізде не болып тұр? V бізде пи-ға тең болып тұр, ал a есе 0-ге тең болып тұр, я? Енді қараңдар, қоямыз онда міне косинус пи, міне бірінші косинус пи-ді қоямыз. Міне косинус азайту дейміз, енді x-тің орнына 0-ді қоямыз. Косинус 0 градус деп. Жоқ, мен шатасып кеттім. Синустың интегралы бізде минус косинусты береді екен, міне. Минус косинус, сонда мына жер минус азайту минус косинус 0 градус болады. Сонда қараңдар, минус косинус пи минус тең жазамыз. Минус косинус пи, минус пен минус мына жерде ашқан кезде плюс болып кетеді. Косинус 0 градус болады. Косинус минус өзі тұра береді. Косинус пи-де косинус 180 градуста минус 1-ді беретін еді. Қосылған косинус 0 градуста есе 1-ді беретін еді. Тең дейміз де, енді қанда минус пи минус шақшан ашқан кезде бізде плюс болады. Плюс 1-дің өзі тұра береді. 1-ге 1-ді қоссақ, бізде не шығады? 2 шығады. Сонда бізде мына бөліктің ауданы 2 квадрат бірлікті беріп тұр екен.
Ал енді үшінші есепке тоқталайық. Үшінші есепте бізде y тең минус x квадрат, y тең 0, x тең минус 2 сызықтарымен шектелген қисық сызықты трапецияның ауданын табыңдар дейді. Ол үшін біз алдымен координаталар жазықтығын сызып аламыз да, соған осы сызықтардың графиктерін сызып аламыз. Мен координаталар жазықтығын сызып алдым. Қараңдар, бұл жерде y тең минус x квадрат қой. Минус x квадрат болғаннан кейін бізде x квадраттың алды минус болып тұр ма? Ол тармақтары төмен қараған парабола шығады, иә? Ол енді қараңдар, x-қа мән береміз. X-қа минус 2-ден бастап берейін. Минус 2-ні қоятын болсақ, минус 2-нің 2 дәрежесі плюс 2 болады да, бірақ алды минус болып тұр ғой. Сонымен минус 2-нің 2 дәрежесі плюс 4 болады, бірақ алды минус болғаннан кейін ол минус 4-ті береді міне. Ал енді минус 1-ді қоямыз. Минус 1-дің де 2 дәрежесі, былай мені минус 1-дің 2 дәрежесі бізде 1 болады. Минусты минусқа көбейтсек плюс болады ғой. 1 болады, бірақ минус алды минус болғаннан кейін бұл да минус 1 болады. 0-ді қоям, 0-дің 2 дәрежесі 0 болады. Ол алдына минус қойсақ та минус 0 плюс 0 деген болмайды, 0 болады. 1-ді қойсақ та дәл сол 1-дің 2 дәрежесі 1 болады, алды минус болғаннан кейін минус 1 болады. 2-ні қойсақ 2-нің 2 дәрежесі 4 болады, алды минус, одан минус 4 шығады. Сонда графигін мен кішкентай ғана бөлігін сызып аламыз міне. Ары қарай минус 3 қойсақ бізде 9 болады, плюс 3 қойсақ 9 болады, солай кете береді. График. Енді қараңдар, бізде y тең 0 деген, y 0 дегеніміз y-тан 0-ге барамыз, мына 0-ге. Содан осы y-ға, мына y көсіне перпендикуляр түсіреміз, мына ол ox өсі болып тұр. Осы. Енді x тең минус 2 дейді. X-тан минус 2-ге барамыз, осы минус 2 нүктесінен осы ox өсіне перпендикуляр түсіреміз. Перпендикуляр түзу жүргіземіз. Енді қараңдар, осы сызықтармен шектеліп тұрған бөлік бізде мына бөлік болып тұр. Үш жағынан осы 3 сызықпен шектеліп тұр. Осының интегралын аламыз. Ол үшін қараңдар, бұл жерде график мынау y тең минус x квадрат төменнен шектеліп тұр, төменнен. Бірақ төменгі осыдан интеграл аламыз да, бірақ алдына минусты қойып жібереміз. Сонда жазамыз міне интеграл минус x квадраттың dx деп аламыз. Минус өзі тұра береді, x квадраттың интеграл x-тің 2 дәрежесі ғой, соған біреу қосылып, сол дәрежеге бөлінеді болды. Енді қараңдар, бізде бір жағынан a тең қанша болып тұр? Міне минус 2 деген нүктемен шектеліп тұр. Екінші жағынан 0 деген v тең 0 деген нүктемен шектеліп тұр. Енді осы ауданын табу үшін біз не дейік? F от v минус f от a деген формулаға салатын едік. Дұрыс па? Енді қараңдар, осы жерден бізде мынау жаңа айттым, төменнен шектелгеннен кейін ауданын табатын кезде оның алдына не қоямыз? Минусты қойып жібереміз дедім. Сонда міне s тең минус f от v-ның орнына минус 0-ді қоямыз, минус жоқ 0-ді, минус f от a-ның орнына минус 2-ні қоямыз да, мәндерін табамыз. Жазамыз, үлкен f от x-іміз бізде мынаған тең болды. Минусты жазып қоямыз. Жақша, бірінші мына жердегі x-тің орнына нені қоямыз? 0-ді қойып шығамыз. Минус 0-дің 3 дәрежесі бөлінген 0. Азайту f от жазбай дегеніміз ғой. Азайту минус, x кубтың орнына минус 2-ні қоямыз. Минус 2-нің 3 дәрежесі бөлінген 3. Дейміз да, жақшаны жауып қоямыз. Тең. Бұл жерде минусты жазып аламын. 0-дің 3 дәрежесі бізде 0 болады. 0-ді 3-ке бөлсек 0 шығады бұл. Мына минус пен плюс болып кетеді бізде, минус пен минус плюс болып кетеді да. Минус 2-нің 3 дәрежесі бізде минус 8 болады. Бөлінген 3 болады. Минус 8 бөлінген 3. Енді қараңдар, мына минус жазамыз. Плюс пен минус тағы да бізде минус болып кетеді. 0 өзі жазылмайды. Минус 8 бөлінген 3 болды. Енді жақшаны ашатын болсақ, қараңдар, бізде минус пен минус плюс болады. 8-ді 3-ке бөлетін болсақ, 2/3-тен 2 қалады да, квадрат бірлік болады. Болды, мына бізде боялған бөліктің ауданы бізде 2/3-тен 2 квадрат бірлікті береді екен. Ал енді төртінші мысалды шығарайық. Төртінші мысалда y тең 0, x тең минус 2 және y тең 3 минус 2x минус x квадрат сызықтарымен шектелген
фигураның ауданын табайық дейді. Бұл жерде мынаны қараңдар, y тең 3 минус 2x минус x квадрат функциясының графигін мен функциясын минус x квадрат минус 2x плюс 3 деп түрлендіріп алдым. Бұны бүйтіп жазып алуға болады. Минус x квадрат минус 2x минус 1 қосылған 4 деп жазылсақ болады. Қарада, минус 1 плюс 4 бізде плюс 3-ті береді. Тең. Енді бұл үшеуінен минусты жақшаның алдына шығарып жіберетін болсақ, x квадрат плюс 2x плюс 1 болады да, плюс 4-тің өзі тұра береді. Сонда мына минус жазып қоямыз, мына жақшаның ішіндегі бізде x плюс 1-дің жақшаның сыртында 2 дәрежесін беріп тұр. Қосылған 4 өзі тұра береді. Енді қараңдар, бізде квадраттық функцияның жалпы түрі мынандай еді, x минус m квадраты плюс n еді. Сонда қараңдар, m-нің орнында бізде не болып тұр? Бұл жердегі m мен n дегеніміз осы параболаның мына функцияның графигі бізде квадраттық функция ғой. Квадраттық функцияның төбесінің координатасын беріп тұрған еді. Сонда ол бізде минус 1-де 4 болып тұр. Міне m-нің орнында минус 1 тұр, ал n-нің орнында 4 тұр. Сонда осы нүкте бізде параболаның төбесі болады екен. Қараңдар, бізде мына жерде x квадраттың алды минус болып тұр ғой, онда бізде параболаның тармақтары төмен қараған парабола болады. Ал енді біз оның графигін координаталар жазықтығына сызып аламыз. Координаталар жазықтығын сызып алдым. Бұл жерде минус 1-де 4 деген нүкте, міне минус 1-де 1, 2, 3, 4. Минус 1-де 4 ол мына нүкте. Осы параболаның төбесі болады екен. Енді қараңдар, осыдан бізде тармақтар төмен қараған парабола шығу керек. Ол үшін енді 0-ді қоямыз. Мына x-тің орнына 0-ді қоямыз да, мына жерде функциядағы қаласаңдар, мынаған қойсаңдар да болады. X-тің орнына 0-ді қойып, y табамыз. 0-ді қойсақ, 0-ге 1-ді қоссақ 1 болады, 1-дің 2 дәрежесі 1 болады, алды минус болғаннан кейін минус 1 болады, минус 1 плюс 4 бізде плюс 3 болады. Минус 0-ді қойған кезде плюс 3 болды. 1-ді қоямыз, 1-ді қойсақ, 1-ге 1-ді қоссақ 2 болады, 2-нің 2 дәрежесі 4 болады, алды минус болғаннан кейін минус 4, мына жерде плюс 4 екеуі қысқарып кетіп, бізде 0 шығатын. Бұл параболаның міне бір жағы болып тұр, көріп тұрсыңдар. Енді мына жерден минус 2-ні қойсақ, міне минус 2 плюс 1 бізде минус 1 болады. Минус 1-дің 2 дәрежесі плюс 1 болады. Алды минус болған қайтадан минус 1 болады. Минус 1 плюс 4 бізде плюс 3 болады. Минус 2 болғанда плюс 3 міне. Не керек? Минус 3 қойған кезде 3 0 болатыны көрініп тұр бізде. Парабола бізде мына өсі арқылы бір-біріне бүктеген кезде беттеседі. Яғни бұл симметриялы фигура болып саналады. Енді қараңдар, біз міне сызып алдық. Енді y тең 0 дегеніміз y-тан 0-ге барамыз. Осы 0 нүктесінен осы y көсіне перпендикуляр түсіреміз. Ол мына y өсімен беттесіп тұр. Одан кейін x тең минус 2, дұрыс па? X-тан минус 2-ге барамыз. Міне минус 2 нүктесінен осы y өсіне перпендикуляр түзу жүргіземіз. Енді қараңдар, бізге айтқан бұл сызықтармен шектелген мына 2 бөлік болып тұр. Бірақ бізде мына жерде x үлкен немесе тең минус 2 деген үлкен. Сонда минус 2-ден үлкен жағын не істейді екенбіз? Боя дегенбіз. Мына жақтан былай қарап, оған үлкен сандар орналасады. Сонда бізде осы үлкен жағымен шектелген бөлігін алады екенбіз. Сонда мына жердің осы бояйымыз, осы боялған бөліктің ауданын табуымыз керек екен. Қараңдар, бұл функция бізде жоғарыда мына функцияның графигімен шектеліп тұр. Алдымен біз не істейміз? Сол функцияның графигінен интеграл алып аламыз да. Оған міне бізде қандай нүкте а неге тең болып тұр? А бізде минус 2-ге тең болып тұр, ал в есе 1-ге тең болып тұр. Минус 2-де басталып, 1-де аяқталып тұр ғой, боялған бөлік. Сол жердің ауданын табамыз. Енді интеграл жазамыз. Бізде функциямыз 3 минус 2x минус x квадрат функциясы еді, осыдан интеграл аламыз. dx деп. 3-тің интегралы бізде 3x
минус 2 өзі тұра береді да, x-тің интеграл x-тің 2 дәрежесі бөлінген 2, минус x квадраттың интеграл x куб бөлінген 3 болады. Міне біз мына интеграл тең, интеграл алып жатырық. Мына жердегі қараңдар, 2 мен 2 не істейді? Қысқарып кетеді да, міне 3x минус x квадрат минус x куб бөлінген 3-тің өзі қалады. Енді біз ауданы табу үшін жаңа s тең f от v дейді. F от v бізде 1-ге тең екен. Азайту f от a деген ол минус 2-ге тең. Осы нүктелердің мәндерін қойып, бір-бірінен азайтып тастаймыз, болды. Сонда бізде берілген бөліктің ауданы шығады. Тең бірінші мына үлкен f от x, мына үлкен f от x функциямыз, осыдағы x-тің орнына не қоя дегенбіз? 1-ді қоя дегенбіз. Міне 3 көбейтілген 1, азайту 1-дің 2 дәрежесі, минус міне 1, мына x-ті жазбаймыз, тек x-тардың орнына міне 1-ді қойып шығып жатырмын. 1-дің 3 дәрежесі бөлінген 3 болады да, азайту өзі тұра береді. Азайту жазамыз, енді минус 2 деген мәнді қоямыз. 3 көбейтілген минус 2 бізде минус 2-ның 2 дәрежесі, минус 2-ның 3 дәрежесі бөлінген 3 болады. Жақшаны жауып қоямыз. Тең. Енді қараңдар, бұны есептейміз, есептеген кезде бізде 3-ке 1-ді көбейтсек 3 шығады. Минус 1-дің 2 дәрежесі бізде минус 1-дің өзі шығады. Міне. Мынау есе минус 3-тен 1-дің өзі тұрады. Азайту дейміз да, енді екіншісін есептейміз. Минус 6 шығады. 2-ке минус 3-ті көбейтсек, мына жерде минус 2-ның 2 дәрежесі 4 болады. Алды минус болғаннан кейін минус 4 болады да. Мына жерде қараңдар, минус 2-ның 3 дәрежесі минус 8. Бөлшектің алды минус болғаннан кейін мына плюс 8 деп, 3-тен 8 деп жазып қоямыз. Тең. Енді қараңдар, 3-тен 1-ді алсақ бізде 2, 2-ден 3-тен 1-ді алатын болсақ, 2 минус 3-тен 1 азайту болады. Мына жерде минус 6, минус 4, бізде минус 10 болады, қосылған 3-тен 8 болады. Тең. Енді қараңдар, 2-ден 3-тен 1-ді алатын болсақ, тең жалғастырамыз. Міне 2-ден 3-тен 1-ді алсақ, 2-ның астында 1 бар деп ойлаймыз да, ортақ бөлім береміз. Мынаған сонда 3-тен тиеді, мынаған 1-ден тиеді. Ортақ бөлім не керек? 3 болады. 3-ті 1-ге бөлсек 3-тен тиеді. 3-ті 2-ге көбейтетін болсақ 6, азайту 1-ді 1-ге көбейтсек 1 шығады. Минус, мына жерде 10-ның астында 1 бар деп ойлаймыз да, біз 1 мен 10-ға ортақ бөлім береміз. Ортақ бөлім бізде қанша болады? 3-тің өзі болады. Мынаған 3-тен тиеді, мынаған есе 1-ден тиеді. 3-ті 10-ға көбейтсек 30, алды минус болғаннан кейін минус 30 деп жазамыз. 1-ді 8-ге көбейтеміз 8, алды плюс 8 деп жазылады, болды. Тең 3-тің өзін жазып қоямыз. Міне 3-тің өзін жазып қоямыз да, енді біз не істейміз? Алттан 1-ді аламыз, 5 болады. Минус, мына жерде де минус 30, плюс 8, бізде минус 22 болады. Мына алды минус болғаннан кейін плюс болады, плюс 3-тен 22 шығады. Енді қараңдар, 3 өзі ортақ бөлім болады. Жай бөлшектерді қосқан кезде біз ортақ бөлім болады. Ортақ бөлім береміз. 3-тің өзін жазып қоямыз да, 5-ке 22-ні қоса саламыз. Себебі екеуінің бөлімі бірдей, бөлімдері бірдей болса бөлімі жазылады да, алымдары қосыла салады. 27-ні енді біз 3-ке бөлетін болсақ 9 болады, яғни 9 квадрат бірлікті береді екен. Осымен сабағымыз аяқталды. Егер сабақ түсінікті болса, каналыма тіркеліп, қоңырауды басуды ұмытпаңдар.